Зайырлы қоғамдағы жастар келбеті челленджін қабыл алыңыздар. Әл-Фараби бабамыз айтқандай, кез келген елдің болашағын жастарына қарап біл деген екен. Қазақстанның жастары туралы мәселені қозғап көрейік. Қазіргі жастардың ой-өрісі, мінез-құлқы бәрі өзгеше. Себебі оларға қазіргі мәселелердің бәрі қатты әсер етеді. Қазіргі жастар, кейбір жастар қазақ тілінен де ұялып жатады, салт-дәстүрлерді сақтамай, тарихты оқымай жатады. Ол дұрыс емес. Себебі біз ата-бабаларымыздың біз үшін соғысқанын біле тұра, жауларды жеңгенін біле тұра, бұның бәрін сақтап, патриоттық сезімімізді арттыру керекпіз. Әрине көпке топырақ шашпаймын, бүгін жастар ондай емес. Біз мақтан ететін жастар көп, және де біз оларды қатты мақтан тұтамыз. Алайда біз бұл заттарға көзімізді жұмбау керекпіз. Қазіргі жастардың пікір ой қабілеті туралы айта келетін болсақ, олар қатты дамыған. Қазіргі жастар өз пікірлерін нақты және дәл жеткізіп үйренген. Олар қазіргі мәселелерді, халық арасындағы проблемаларды шешіп, көптеген экологиялық жобалар аша келеді. Менің ойымша, біздің болашағымыз бар, себебі қазіргі жастар қатты дамыған. Олар көп нәрсеге қол жеткізе білді, және де көп нәрсе үйренді. Сондықтан Мағжан Жұмабаев айтқандай, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанаты, мен жастарға сенемін. Сондықтан да біз жастарды өркейте тұра патриоттық сезімді жүректеріне жаулап алу керекпіз. Мен жастарға сенемін.